Моңғолдардың қарапайым халықты қырып салуы арал тұрғындарының үрейін ұшырды. Жолындағы аралдарды талқандап, енді тікелей Жапонияның өзіне келіп жетті. Хаката шығанағына зәкір тастаған моңғол десанттары жағалауға бекініп, үлкен масштабты соғысқа дайындықты бастады. Кюсю аралындағы самурай жасақтары моңғолдарға шабуыл жасаған сайын олардың саны азая берді, ал моңғол әскері олардан анағұрлым көп болатын. Бұлайша айтқанда, самурайлар өздеріне мүлде беймәлім соғыс тәсілін ұстанатын жаумен бетпе-бет келді. Имадзу, Акасака бекіністері талқандалды. Моңғол әскерінің жойқын шабуылы бет қаратпады. Алғашқы қақтығыстардың өзінде-ақ мыңдаған жапон сарбаздары жер жастанды.